жинаған себебimiz сіздерді бағанадан бері жолдың қолайсыздығына байланысты өздеріңіз көріп тұрсыздар, жолдың жауып тұрған жаңбыр, қар аралас. Қазір енді обследование жасалып жатыр. Дорожный техникамен біздің патрульный полициялар. Қазір егер сопровождение жасайтын болсақ, сіздерден өтінетініміз дистанция ұстап, біз егер скорості 20-ға шейін жылдамдықты түсіретін болсақ та, сіздер бізді озбау керексіздер. 20 мен артымыздан. Да, өйткені барлықтарыңызды мына жерде ешкім еріккеннен тұрған жоқ, түсініп тұрмыз. Аэропорттарыңыз бар, жұмыстарыңыз бар, соған жетуге. Ауа райы күрт өзгергеннен байланыстан осылай болып тұр. Сол себепті сіздерден сұрайтынымыз аман-есен жететіндей патрульный полицияны озбай, және де бір-бірлеріңіздің арттарынан дистанция ұстап, не себептен десеңіз, бір жерде, бір мезетте гололед, то есть көктайғақ болып шығады, бір мезетте күн ашық сияқты болып көрінеді. Сол себепті сіздерден сұрайтынымыз, қазір сабырлық сақтап, дорожный службаның техникасы кесін, алдымызға қойып, 2 КДМ қойып, және де оның артынан патрульный машиналармен ілесіп алып жүруді жалғастырамыз бұйыртса. Сол себепті кішкене сабырлық сақтап, машиналарыңызды күте тұрыңыздар. Аман-есен бізге сіздердің үйлеріңізге, елді мекендеріңізге жеткендеріңіз бізге бірінші очередь маңызды сол. Сол себепті сабырлық сақтап күте тұрыңыздар. Жақсы ма, түсінікті ма? Келістік па? Жақсы.